Hi guys, with you Nisaya and today we'll talk about complex objects. Complex object деген не? Өткен сабақта мен сіздерге түсіндірген болатым сөйлем мүшелерін subject бастауыш, verb баяндауыш, толықтауыш object деп айтқан болатым, иә. Енді object дегеніміз бізде толықтауыш болса, complex дегеніміз күрделі дегенді білдіреді. Яғни complex object деген күрделі толықтауыш. Былайша айтқан кезінде толықтауыш бір сөз емес, бірнеше сөз тіркесі болып тұрған кезінде қолданылатын біздегі грамматика complex object деп аталады екен, иә. Жалпы, for example, if I say you, subject бастауыш, verb баяндауыш, object толықтауыш, attribute анықтауыш, adverbial пысықтауыш. Енді мынау сөйлемді, мысалы, қазақ тілінде тауып көретін болсақ, иә, бастауыш мен қызықты кітап сатып алдым баяндауыш, verb, yes, this one is subject, object нені сатып алдым, кітап сатып алдым, it's an object, қандай кітап сатып алдым, қызықты кітап сатып алдым, attribute, and this one is adverbial of time, yes, кеше, қашан, пысықтауыш болып келеді екен. Енді дәл осы сияқты нәрселер бізде ағылшын тілінде де бар. For example, try to translate this sentence into English language. Мен Әсемнің үйді жинағанын қалаймын. Аударып көріңіздер, бірнеше секундқа тоқтатып видеоны. Және біз бұл сөйлемді ағылшыншаға аударатын болсақ, I want Әсем to clean the house деген сөйлем шығады екен. Енді неге бұл нәрсе шықты, осыған келетін болса. Let's at first try to find the verb of the sentence. Verb is want, subject is I. Мен қалаймын, мен нені қалаймын? Әсемнің үйді тазалағанды қалаймын деген нәрсе шықты. Яғни, Әсем to clean дегеніміз осы бізде complex object деп аталады екен, күрделі толықтауыш. Себебі бізде Әсем to clean деген екі сөзіміз толықтауыш болып тұр. Енді біз қай кезде күрделі толықтауыш complex object қолданамыз? Біз біреудің бір нәрсе жасағанын күтсек, көрсек, естісек, қаласақ, біз осы кезде, яғни біз біреудің бір нәрсе жасағанын күтіп тұрамыз, яғни екі етістік болатын сөйлем, былайша айтатын болсақ бұл нәрсе. Мысалы, мына жақ қарайтын болсақ, we noticed the woman enter the house through the back door. Біз байқадық, біз нені байқадық? Әйелдің үйге кіргенін, артқы есік арқылы, яғни әйелдің кіргенін дегеніміз, бұл бізде күрделі толықтауыш. Now complex object, woman enter дегеніміз. I saw them walk along the road. Мен көрдім, нені көрдім? Them walk, олардың жүргенін жол бойында. I didn't hear her say this because she spoke in a soft voice. Here, мен естімедім, нені естімедім? Her say, оның бұны айтқанын естімедім. Нені естімедім? Оның бұны айтқанын. Her say this болып кетеді екен, яғни осы нәрсе complex object деп аталады. Complex object бізде екі бөліктен тұрады. First one is есімді бөлігі, екіншісі етістікті бөлігі, Енді есімді бөлігі дегеніміз не соған келетін болсақ, есімді бөлігі мынау біздің my mom wants, яғни кім қалап жатыр, сол тұратын бөлік есімді бөлік. My mom wants. Енді біз айтатын болсақ, менің анам қалайды, енді нені қалайды біздің анамыз? Менің бақытты болғанымды деп алатын болсақ, біз want-тан кейін мейді қоямыз, менің енді бақытты болған to be happy деп екіге бөледі екенбіз. Енді біз жалпы complex object жасауда екі типке бөлсек болады, етістіктер арқылы. Complex object кезінде біз кез келген етістікті қолданамаймыз, именно мынау есімді бөлігіне, то есть want-тың орнына біз любой сөзді қоя салмаймыз, определенный етістіктерді ғана қоя аламыз. Олар want, wish, would like, expect бірінші топ сөздері деп аталады бұл. Екінші топ сөздері see, watch, notice, hear, feel, make, let. Бұл екінші топ сөздер. Неге біз бұларды екі топқа бөлеміз? Біз басында бастауыш қоямыз. We must put a subject of a sentence. The next one, we must put a verb. Біз осы етістіктердің ішінен біреусін таңдап аламыз. Және бұдан кейін біз we must put noun, яғни зат есімді, адамның атын, немесе кез келген зат есімді, және одан кейін
біз местоимение в косвенном падеже, яғни object pronoun қоюымыз қажет. Object pronoun дегеніміз кімді, нені деген сұраққа жауап береді. Яғни мені, me, сені, you, олды, him, ол қызды, her, ол затты, it, бізді аз, сендерді you, оларды them, және want, wish, would like, expect тұратын болса, біз одан кейін to readті қолданамыз, яғни to verb infinitive формасын қоямыз. Бұл актив болатын болса сөйлеміміз, немесе passive болатын болса to be verb 3 in passive form қояды екенбіз. Пассивті қай кезде қоямыз, активті қай кезде қоямыз, соған келетін болса. Егер де на жақтағы біздің сөзіміз, зат есіміміз, немесе pronoun тұратын болса, зат есімнің ішінде жанды зат есім және pronounның кез келген тұратын болса, біз активті қолданамыз. Бірақтан да бізде passive сөйлем, яғни на жақта біз затты қоятын болсақ, біз passive деген to be verb үшін қолдану қажетпіз. See, watch, notice, hear, feel, make, let деген сөздерден кейін біз verbті немесе verb ing екеуін қояды екенбіз. Мысалы, біріншісіге қарайтын болсақ, мысалы, мынау сөйлемді алайық. Олар Аннаның жақсы оқығанын қалайды дейтін болсақ, соған келсек, мысалы, біз айтамыз, олар қалайды. Енді нені қалайды? Біз ортасына обязательно адамды қойымыз қажет, Аннаның жақсы оқығанын. Біз әнді қойдық, енді қараймыз. Want-тан кейін біз міндетті түрде to verb-ті қойымыз қажет. Енді Анна деген жанды болып тұрғаннан соң, біз активті аламыз, на жақта to verb-ті қоямыз. Сонда and to read well. Енді олар қалайды, нені қалайды? Аннаның жақсы оқығанын қалайды. Осы Аннаның оқығанын бізде күрделі толықтауыш болып тұр екен. Немесе make-ға, see, watch-ға келетін болсақ, бұл жақтағы мысалы make-ті мағынасы ол бір нәрсені жасау емес, заставить кого-то, біреуді мәжбүрлеу деген мағынада, және сіздер ойламаңыздар, мынау тек қана бізде осы шақта ғана тұрады екен, want болса want болып қатып қалады екен деп. Бұл бізде кез келген шақта, кез келген формада тұра береді. Біз мына жаққа make-ті made деп, want-ты wanted деп, немесе present perfect continuous-қа любой шаққа қойсақ болады екен, яғни have wanted десек те болады, had wanted, are wanting десек те болады, хотя want-ты біз ing-ға қоймаймыз. Тағы да енді наған келетін болсақ, they make me read more often. Олар не істеді? Заставили, нені заставили? Мені оқуды. Me read. Енді байқаңыздар, see, watch екінші топтың сөздерінен кейін біз глагол немесе глагол ing-ді. Алдында to ешқашан тұрмайды. They hear her reading as a lesson. Олар оның сабақта оқып отқанын естіді. Олар естіді, нені естіді? Оның оқығанын естіді. Енді пассив ретінде бірінші топтың сөздерімен қай кезде қолданып соған келетін болсақ, мысалы, мен текстін аударылғанын қалаймын деп айтамыз. Біз тексті аударғанды қалаймыз деп айтамаймыз, себебі текст өз-өзін аудармайды. Сондықтан біз аударылғанын деп пассивті айтамыз. Сондықтан біз айтамыз, мен қалаймын, нені қалаймын? Енді текстін не істелінгенін аударуды енді біз пассивқа қоямыз, ол бізде to be verb 3 болады. Сонда to be translate деген сөйлем шығады. Сонда to be translated дегеніміз, the text to be translate, бұл бізде осы complex object болып табылады. Енді now екінші топтың сөздеріндегі verb пен verb ing екеуін айырмашылық неде? Infinitive-ті қоятын болсақ, яғни verb-ті қоятын болсақ, онда ол бізде one time action болады, яғни бір рет қана болған нәрсе. Екінші біз verb ing-ді қоятын болса, ол бізде continuous action болады екен. Яғни мысалы мынау екі сөйлем салыстырайық. They saw Мағжан enter the house. They олар көрді Мағжанның үйге кіргенін, сол көрді, нені көрді? Мағжанның кіргенін көрді. Және дәл осы нәрсені біз entering деп алсақ та болады. We saw Мағжан entering the house. Біз Мағжанның үйге кіріп жатқанын көрдік. Біріншісінде enter болған verb болып тұрған шетінде жай ғана кіргенін көрдік, екіншісінде біз бұны процесс болғанын көрдік, кіріп жатқанын көрдік. Бұл, яғни біз целый процессті бақыладық деген мағынада тұрады. Ент-да немесе энк-да кез келген тестте келетін болса, көп жауаптық болып осы қазақшада келетін болса, онда біз мысалы A жауабында ент деп тұр, B жауабында entering деп тұратын болса, екеуін де белгілейміз көп жауапты болатын болса. Бірақтан да негізінде екеуінің айырмашылық бар. Ент-ні қай кезде қоятын, entering-ті қай кезде қоятын, және бірақтан ол
заттың бізге Қазақстанда болатын тесттерге қатысы жоқ, оны білу артық информация. Және екінші нәрсе, тағы да бір мысал, Айсұлу heard Мағжан sing the opera. Айсұлу Мағжанның опера айтқанын естіді. He heard Мағжан singing the opera. Ол Мағжанның опера айтып жатқанын болып кетеді. Мына жақта біз жай ғана іс-әрекеттің болғанын көрдік, екіншінде біз іс-әрекеттің болып жатқанын көрдік екен. Тағы да мысалы example, let him come at 7, оған 7-де келуге рұқсат бер. Mother made her child write a letter деген сияқты кете береді. Енді тестте қалай келеді, соған келетін болсақ, мысалы in the first sentence, the sentence with complex object деп тұр. Қарап шығамыз біз тест бойынша. How many, яғни бізде определенный сөздер болу қажет. Мына жақта бізде сол кестедегі сөздердің ешқайсысы жоқ, A-да жоқ алып тастаймыз. I want to tell you about my cat. Енді мына жақта ентіда немесе басқа тесттерде бізде специально алдайды. Осындай I want to қойды, и оқушылар ойлайды, все, I тұр, want тұр, одан кейін infinitive тұр ғой, мынау кесте бойынша бізде келіп тұр ғой, міне want тұр, wanттан кейін бізде to verbті қою керек қой дейді, все, ұмыт кетеді. Ортасында бізде тағы бір зат есімнің немесе object pronounның болу қажет екен. Екінші дұрыс емес. Егер де бізде I want-тан кейін мысалы I want you, мен сенің мысық жайлы барлығын айтқанды қалаймын болатын болса, онда белгілейтін. Бірақ бұл жақта бізде мен мысық жайлы барлығын айтқым келеді деп тұр жай ғана. Сондықтан жатпайды. The article is not being translated. Бұл жақта жоқ ешқандай арнайы сөз. I have seen a film about animals. Жоқ. Және и жауабы I want him. I тұр, want тұр. Бізде енді оның айтқанын и want-тан кейін қараймыз. Бізде to verb infinitive болып тұр керек. To understand деп тұр. Яғни дұрыс жауабымыз осы и болады екен. Мен оның ережені түсінгенін қалаймын. Мен қалаймын нені? Him to understand. Оны ережені түсінгенін қалаймын. Тағы да екінші example, complex object. My parents study better. Parents болып тұр. Енді қараймыз. Expect қоюымыз қажет деп тұр. To expect деп айтпаймыз біз, себебі бұл уже кәдімгі бізге етсікті қою қажет болып тұр. Now списоктағы сөзді қою қажет. Expectті біз мына жақта көріп тұрмыз. Яғни expectті қараймыз. My parents expected me study десек болады. Біз me to study десек болады. Expected us study, expected us to study. Енді қараймыз тоже бұл жақта. Біз to expect me дегенді аптыстаймыз, себебі to тұрмау керек аузында. Expected me дегенді аптыстаймыз. Неге? Себебі expect'тен кейін, me'ден кейін to тұр қажет. Себебі expect, want, would like дегендерден кейін бізде арнайы object pronoun немесе зат есім, және одан кейін infinitive тұр керек. Сондықтан би жауабы да дұрыс емес. Expect me to, менің ата-анам қалайды менің жасағанымды, және дұрыс жауап осы болады. Expected us-тан кейін де to тұр қажет еді, және и жауабында expects пен parents-ті екеуін айтамаймыз. Себебі parents көпше түрде біз he, she-ға ғана s жалғайтын еді. Сонда дұрыс жауабы C болады екен бізде. Үшінші мысалға келетін болсақ, the correct complex object, I'm not asking too much, I just want you. Мен көп нәрсе сұрап тұрған жоқ, мен жай ғана сенің қараймыз. Want-тан кейін біз infinitive-ті қоямыз, to understand-ті белгілейміз. Сен мені түсінгенді ғана қалаймын. The sentence with complex object, қайтадан қараймыз. Don't phone between 7 and 8. Will you be now жатпайды. Will you be going away this summer? Жоқ қайтадан. Your friend drives very fast. I haven't watched TV for age. И жауабына қараймыз. I saw Ернur get into his car. Сол тұр, солдан кейін кімді көргенін қараймыз. Арнайы сөзіміз тұр, зат есіміз, және get деп тұр. Сол бізде екінші топтың сөзі, ол infinitive-сіз, яғни verb немесе verb ing болып жүретін еді. Бесінші мысалға қарайтын болсақ, the correct sentence with complex object, the classical songs sung by Adeline. Енді қараймыз. Бізде songs деп тұр, сондықтан making деген нәрсе мүлде жоқ. Songs болып тұрғаннан кейін make me cry, make-тен кейін бізде дұрыс infinitive болмау қажет, verb-тің өзі немесе verb ing, сондықтан be-ді белгілей аламыз. Бірақ соңына шейін оқимыз. Was made to cry деп айтпаймыз, were made me cry деп айтпаймыз. Бізге active voice қажет, себебі шынымен де сол музыка жылатты болып тұр бізде. Making me sad деп те айтпаймыз, makes me cry
s пен айтамаймыз, себебі songs деп көп жерде тұр. To be made me cry деп айтамаймыз, made me cry деп айтамыз. Make me cry мені жылатады қазір сәтте, made me cry мені жылатты. Сонда be және h жауабы дұрыс болады, себебі біреусі осы жақ, біреусі жай ғана өткен жақ, ешқандай басқа айырмашылық жоқ. 6-ға келетін болсақ, the right pronoun in complex object we want, бізде object pronoun қажет, мені кімді деген сұраққа жауап беретін, біз him дегенді белгілейді екенбіз. Қалғандары келмейді. His емес, her болу керек еді, she емес, her, they емес, them болу керек еді, my емес, me болу керек еді. Және келесіне келсек, the sentence with complex object қайтадан қараймыз. Shall I put it on? Жоқ. Would you like some coffee? Жоқ. I want you to read the text. Жауап осы болады. Қалғандары дұрыс емес. Мен сені тексті оқығанды қалаймын. Мен қалаймын, нені қалаймын, сенің тексті оқығанды. The correct complex object, stay for a while please, I don't want you. Күте тұршы біраз уақытқа, мен сенің кеткенді қаламаймын. I don't want болатын болса, біз қараймыз I don't want you, want-тан кейін infinitive тұр қажет, ди жауабын белгілейміз, сонда to go болады екен. Және соңғы мысал, complex object іздейміз, тағы да reading is the best thing for you, жоқ бұл жақта, the student so, students тұр, so тұр, the teacher ортасында етістік тұр, and тұр. Бізде soдан кейін біз verbті немесе verb ing-ді қою керекпіз, бізде verb тұр, жатады, сонда би жауабы бізде бір жауап кетті. He sure he will be an excellent student, жоқ бұндай сөз. Many people who are out, жоқ. The children were made to go to bed early, were made, балалар жасауында, жоқ бұл жақта, ортасында made пен to go-дың бір нәрсе тұру қажет еді, сосын made-тен кейін to-ды қойамаймыз біз. Are you sure he said that? Жоқ. We heard her breathing heavily, мынау бізде G жатады екен, we heard her, сосын breathing деп тұр. I went to bed early so that бұл жоқ екен. Сонда дұрыс жауап бізде B және G болады екен. Яғни бізде осымен комплекс object сабақ аяқталды. Бұл өте оңай тақырып. Бұның главный функциясын, жаңағы кестені жаттап алу қажет. Егер де сіздерде фотографическая память болса, әрдайым осыны бір сызып алыңыз, немесе көзіңізбен сызыңыз. Если сіздерде слуховая память болатын болса, осы сөздерді бірінші топтың сөзі want, expect, would like деп осылай жаттаңыздар. Сол кезде сіздерге тест кезінде оңай болатын болады. Thank you for watching till the end. Goodbye.